Шамамен орташа алғанда 120 мен 150-дің көлемінде. Оның алдында да мен оператор жұмыстарда, басқа салаларда оператор болып жұмыс жасаған болатын. Өзім негізі адаммен коммуникация, сөйлескен дегенді жақсы көремін. Содан кейін шығар. Маған өзіме нормально, мысалға айтар болсақ. 150 қоңырау. Кейбір жағдайларда болады, себебі еңбек ресурстар дамыту орталығы бізде еңбек KZ порталынан басқа әлеуметтік KZ порталы бар, мүгедек жандарға арналған. Одан бөлек біздің құзыретімізге жәрдемақы, зейнетақы төлемдері бойынша жауаптар кіреді. Мүгедектік бойынша жәрдемақылар, мүгедек жандар, одан бөлек мүгедек жандардың тек қана ол жәрдемақым қашан түседі деген ғана сұрақтар емес, қандай да бір қиыншылықтар туса 14-14-ке хабарласу деген сияқты. Көбіне енді біз байланыс орталығымыз ол кісілердің қазіргі таңда айтып отырған сұрақтары қиыншылық туындап жатқан кездегі жағдайларын шешетіндей құзыретіміз жоқ. Дәл қазір ол кісіге мысалға 5 минутта шешіп беретіндей. Ол кісілерге басқа да құзыретті органдарға жүгінуді ұсынамыз деген сияқты. Біраз менің қолымда емес, бірақ кейбір жағдайлары ауыр тиіп қалатындар болады. Мысалға жүрекке қабылдап қалып деген сияқты. Жаным ашып сосын. Жұмысымызда сол ғой. Ең бастысы дұрыс жерге бағыттап, осылай жасасаңыз болады, былай жасауға жолдары бар, амалдары бар деген сияқты ақпараттарды береміз. Сұрақтарды бір, мысалы, қашан түседі деп қана қоя салады. Біз сұраймыз, не қашан түседі деген сияқты біраз. Сосын біреу хабарласып, менің ақшамды шешіп алды, дұрыс емес. Мен деген қандай, не төлем түсті, жәрдемақыңыз түспеді, соны банктан шешіп алды ма, жоқ әлде төлем орталық қайтадан қайтарып алды, не болды деп, солай бір 2-3 минут болды сұрап жатыр. Сөйтсем, единица салған екен де, сосын абонентский платаға тариф шешіп алған екен. Ол енді біздің құзыретіміз емес қой. Сондай бір қызықты, бізге мүлдем қатысы жоқ білемін. Үлкен кісілер негізі хабарласқан кезде көбіне қызымен сөйлескендей болып, сондай дауыспен сөйлеседі. Енді менің жауаптарым көбіне ұнайды, білмеймін, бата көп жинаймын.